Али Имран сүресі 42-53 аяттар. Ей Мариям, ақиқатын айтсақ, Алла сені тақуалыққа таңдап, жан тәніңді пәк етті және әлемдегі әйелдердің ең ардақтысы қылып, ерекше қасиетке бөледі, деп мәлімдеді періштелер. Ей Мариям, жаратқаның алдында тақуа бол, сәждеге жығыл, бас июшілермен бірге бас ий. Мінекей, осындай оқиғалардың құпиясын біз саған ашып отырмыз. Уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Мариямды өз қамқорлығына алу үшін әрқайсысы қолдарындағы қаламдарымен жеребе тастағанда да сен олардың қастарында тұрған жоқсың. Сондай-ақ олар дауласып таласқан кезде де жандарында жоқ едің. Сол кезде періштелер: ей Мариям, ақиқатын айтсақ, Алла сені өз калимасымен сүйіншілейді. Оның есімі Әл-Мәсих Иса ибн Мариям. Екі дүниеде де оның даңқы асып, Аллаға жақындардың бірі болады деді. Ол бесікте жатқан кезде де және ержеткен кезде де адамдармен әңгіме жүргізеді, әрі асқан тақуалардан болады. О, жаратқан ием, маған адам баласы жақындамаса, бала қайдан пайда болады? Деді Мариям. Алла өзі қалағанды осылайша жаратады. Қандай да бір істің болуын қалап, бол десе жеткілікті, табанда орындалады, деді періштелер. Оған ол жазуды үйретіп, білім беріп, ақылын жетілдіреді. Тәурат пен Інжілді де өзі үйретеді. Оны Исраил ұрпағына елші етіп жібереміз. Иса оларға былай деп айтатын болады: ақиқатын айтсақ, мен сендерге Тәңір тарапынан кереметтер алып келдім. Балшықтан мүсін жасап, уф деп өрлесем болды. Ол Алланың қалауымен құсқа айналады. Алланың құдіретімен көрсоқырды да 65 ауруды емдеймін. Өлгендерді де тірілтемін. Сендердің жеген тамақтарыңды, үйлеріңдегі сақтаулы жатқан дүниелеріңді де айтып беремін. Міне, осы ғажайыптардың барлығында сендер үшін ғибрат бар. Әрине, егер де Аллаға иман келтірсеңдер. Маған дейін жіберілген Таураттағы ақиқатты растау үшін және де сендерге харам етілген кейбір нәрселерді халал ету үшін келдім. Сендердің құдайларыңнан ізгі хабар алып келдім. Алланың қаһарын туғызудан қорқыңдар, оған бойсұныңдар. Ақиқатын айтар болсақ, Алла менің де сендердің де жаратушы иелерің. Сондықтан да оған ғибадат етіңдер. Міне, тұп-тұрас жол осы. Олардың сенімсіздіктерін байқап қалған Иса: Алла жолында қайсың маған жәрдемші боласың? Деп сұрады. Хауарилер былай деді: Алланың жіберген дініне біз жәрдемші боламыз. Аллаға шынайы сендік. Біздің мұсылмандығымызға куә бол. Раббымыз жіберген ақиқатыңа иман келтірдік. Елшіге ердік. Бізді куәгерлердің қатарынан жазып қой.